желтоқсан 11 күні нөмір 3 Краснояр көпсалалы орта мектеп гимназиясында қалалық әкімдік пен қалалық білім бөлімінің жылдық жоспарының негізінде және тәуелсіздік мерекесіне орай Абай клубы мен Абай кабинеті ашылып жатыр. Абай клубының мақсаты оқушыларға Абайдың танымдық шығармаларын, Абайдың өмірімен таныстыру, қара сөздеріндегі мән мағынаны түсіндіру, Абай ізбасарларын дайындау мақсатында осындай клуб аштық. Бұл клубты ашуымыз өзі жылдың басында, Абай жылы басталған кезде, мектеп ішінде Абай дана, Абай дара қазақта деген үлкен жоба жоспарланған болатын. Сол жоба негізінде жыл бойына бір жұмыс жасаймыз деп жоспарлағанбыз. Сол жұмыстың бәрін біз өткіздік. Соның қорытындысы қалалық білім бөлімінің жылдық жоспарына сәйкестендірілген осы Абай клубы ашылу болатын. Енді қалалық білім бөлімінің басшыларына бәріне рахмет айтқым келеді, осындай клуб ашып бергеніне. Енді ойлаймын, Абайды танып біліп жатқан жастарымыз тәлім тәрбие негізінде біз балаларымызды саналы, еліміздің нағыз сапалы білім алған саналы азаматтары тәрбиелеп шығарамыз деп ойлаймын. Өйткені Абайдың ілімі ешқашанда жоғалмайды. Өзіміз де бала кезімізден соның ілімінің негізінде тәрбиеленгенбіз. Болашақ ұрпақ та осы Абай негізінде білімінің негізінде тәрбиеленеді деп ойлаймын. Қазір сондай қуанышты күн болып жатыр. Мен ғана емес, барлық мектеп ұжымы, ата-аналар, бәріміз сол мақсатымызға жеттік. Осы клубты ашардың алдында біз мектептің ішінде сайт арқылы, бәрі арқылы ата-аналарға мектепке кітап сыйла деген акция жазғанбыз. Біраз кітаптар сыйлап, көрмеге тамаша дүниелер берді ата-аналар. Ата-аналарға да осым өте шексіз қуанышымда сондай шек жоқ, қатты қуанып тұрмын өзім тіл маманы болғандықтан осында клубтың ашылғанына. Бәріне үлкен рахмет. Қазақтың тіл құжаты ұлы Абаймен мақтанамыз қашанда бар әлемге. Абай ғасырларда біртуар ғұлама, ақын, ағартушы, жазба әдебиетінің негізін қалаушы, сазгер әрі аудармашы ретінде ел тарихында өшпес із қалдырған, қазақ елінің күллі түркі тектес халықтарының арасынан шыққан тарихи әлемдік тұлға. Бүгінде Абай шығармалары жеті тілге адастырмас темірқазық іспеттес. Абайдың қара сөздерінде ұлт болмысы, бітімі, жаны мен діні, тілі және рухы жағынан көрініс тауып, кейіннен Абай әлемі деген үлкен бірегей құбылыс болып қалыптасуда. Сол себепті де Абай шығармалары мен Абай қара сөздері біздің жастарымызға шапағат әкеліп, әрдайым өз мәнін жоғалтпас деген ниеттеміз. Абай кабинеті мен Абай клубының тұсаукесеріне қош келдіңіздер. Мен Фазылова Мөлдір осы мектептің биылғы жылға тілегіміз. Абай әлемі ұлы әлем және де ұлылардың ұлысы. Көркем әдебиеттің темірқазығы, қазақтың маңдайына біткен жарық жұлдызы. Ұлы ақынның туған жері, менің де кіндік қаным тамған жер, сұлу да тамаша Семей өңірі, Шыңғыс тауының етегі. Рухани өлкеде туып, ұлы ақынның ұрпағы болғанымды мен мақтан тұтамын.